Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз ол лексика. Лексика тілдегі барлық сөздердің жиынтығы. Лексика грек тілінен аударғанда сөздік қор дегенді білдіреді. Сөздік құрам. Сөздік құрам халықтың тұрмыс тіршілігі, кәсібі, мәдениеті, таным түсінігін танытатын барлық сөздердің жиынтығы. Сөздік құрамдағы сөздер екіге бөлінеді. Олар жиі қолданылатын сөздер және сирек қолданылатын сөздер. Жиі қолданылатын сөздер жалпылама лексика болса, сирек қолданылатын сөздер қолдану аясы тар сөздер. Енді осыған тоқталып кетсек. Жалпылама лексика – ол сөздік қор. Сөздік қордағы сөздер жалпы халыққа түсінікті болады, және олар әдеби тілге жатады. Оған зат, сын, сапа, сан, қимыл, мезгіл атаулары барлығы жатады. Ал қолдану аясы тар лексика, олар архаизм және тарихи сөздер жатады. Енді архаизм мен тарихи сөздерге тоқталып кетсек. Архаизм халықтың тұрмыс салтына қарай әр кезеңде өзгеріп, басқа сөзбен ауысқан не ескіріп кеткен сөздер. Мысалы, мата, дәстүр, тұрмыс тіршілікке қатысты сөздер. Мысалы, мата, торқа, матаның аты дүрия, патсайы, биқасап деген сияқты матаның түрлері бар. Ал дәстүрге байланысты әмеңгер, барымта. Енді әмеңгерлік жолмен деп айтып жатады ол. Мысалы, қазақ ешқашанда жетімін, жесірін жылатпаған халық болған. Яғни, белгілі бір әулеттің келіні әмеңгерлік жолмен де екінші рет сол әулетке тұрмысқа шығып жататын жерлерді айтады. Және барымта. Барымта, мысалы, кезінде барымташы болыпты. Енді қазіргі тілде бір ұрлықшы болыпты деген сияқты жағдайда айтылып жататын дүниелер бар. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің барымта әңгімесін оқысақ, осы жерде барымта сөзінің мән мағынасын толық түсінер едік. Тұрмыста, мысалы, жаппа дегенде ол яғни көші-қонда пайдаланылатын уақытша баспананы айтқан. Яғни сәукелені сіздер жақсы білесіздер. Лашық, яғни лашықты да кішігірім түсінесіздер. Көнерге сөздер уақыт өте келе, қайтадан қолданысқа еніп, жаңа ұғымның атауы болуы мүмкін. Мысалы, біз кеңес дәуірінде январь, февраль, март, апрель, май деп қолдандық, ал қазіргі кезде біз оны қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр деп қолданып жүрміз. Яғни осы ай аттары және қоян жылы, ұлу жылы деп, барыс жылы деген сөздерді де біз архаизмге жатқызамыз. Елорда, байрақ дегендерді де біз кезінде қолданып, одан кеңес дәуірінде қолданбай кетіп, қайтадан тәуелсіздігімізде бұны елорда, байрақты қолданып жүрміз. Намаз, Құранды да осыған мысал ретінде алуға болады. Ал енді тарихи сөздер, яғни историзм сөздер. Қолданылған кезеңі өтіп, көне дәуірдің өзімен бірге көнерген тарихи атаулар. Біз оларды қазіргі таңда мүлдем қолданбаймыз. Қысқасын айтқанда, тарих пәнінде ғана, тарихи әңгіме қозғалғанда ғана біз бұл сөзді қолданамыз. Мысалы, хан, қазір біз оны президент дейміз. Болыс, қазіргі таңда біз оны әкім дейміз. Мысалы, жебе, садақ, бұларды мүлдем қолданбаймыз. Қазіргі таңда қарап тұрсаң, оқ, тапанша, бомба деген сияқты. Большевик, қызыл әскер, осы сөздердің барлығы тек қана тарихта қолданылатын сөздер. Яғни, қолдану аясы тар сөздер жайлы мағлұмат сіздерге толық түсінікті деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.